Ассалаумағалейкум, аңыз доп YouTube арнасының көрермендері. 2025 жыл Барселона үшін трофейлерге, статистикаға және команданың қайтадан дұрыс жолға түскені жайлы сенімге толы кезең болып артта қалды. Алайда 2026 жыл уақытты созуға мүмкіндік бермейді. Қаңтар айының өзінде ақ дербилер, суперкубок, чемпиондар лигасындағы шешуші матчтар және алғашқы трансферлік сигналдар күтіп тұр. Камп Ноуға қайта оралу, тығыз ойын кестесінің қысымы, клуб басшылығындағы өзгерістер жайлы әңгімелер мен шабуыл шебінің болашағына қатысты сұрақтар, мұның бәрі бір үлкен ойға тоғысады. Қазіргі Барселона әр айы шешуші болуы мүмкін, осындай ауыр жылды еңсере ала ма? Ендеше Ханси Фликтің командасы үшін 2026 жыл қалай басталатынын және бұл старттың неге бүкіл маусымның бағытын айқындауы мүмкін екенін талдап көрейік. Достар, жайғасып отырыңыздар, біз бастаймыз. 2026 жыл Барселона үшін бірден күрделі сынақтармен басталады. Жаңа күнтізбелік жыл, жаңа мақсаттар, қысым мен амбиция алып келеді. Ал қаңтар айы дерби, трофей үшін күрес және чемпиондар лигасындағы маңызды кездесулермен ерекше тығыз болмақ. Маусым басы принципті қарсыласудан басталады. 3 қаңтар күні Барселона 2026 жылда Корнелия стадионында Эспаньолға қарсы сырт алаңдағы дербимен ашады. Қожайындар соңғы жылдардағы ең жақсы маусымдарының бірін өткізіп, турнир кестесінде 5-ші орында келеді. Сондықтан матчтың қызуы жоғары болары сөзсіз. Барса үшін бұл стадион жағымды естеліктермен байланысты. Дәл осы жерде өткен маусымда чемпиондық ресімделген еді. Кешкі дерби жылдағы алғашқы үлкен имтихан болмақ. Одан кейін команданың назары Сауд Арабиясына және маусымдағы алғашқы трофей үшін күреске ауады. Ханси Флик пен оның футболшылары Испания суперкубок үшін Джиддаға аттанады. 7 қаңтарда жартылай финалда Барселона Атлетикоға қарсы ойнайды. Жеңіске жеткен жағдайда финал 11 қаңтарда өтеді. Ал қарсылас мадридтік дербидің Реал мен Атлетико матчындағы жеңімпаз болады. Испанияға оралған соң команда тығыз ойын кестесін бірден 2 турнирде жалғастырады. Алдымен Сан-Себастьянға барып, Реал Соседатқа қарсы ойнайды. Басктер жуырда бапкерін ауыстырды. Ал Пелегрино Матараццо үшін бұл Ла Лигадағы дебют болады. Бұл өз кезегінде матчқа белгісіздік қосады. 21 қаңтарда Барселонаны чемпиондар лигасының жалпы кезеңіндегі соңғы сырт алаң ойыны күтіп тұр. Прагада Славияға қарсы кездесу. Бұл матч каталондықтар үшін міндетті түрде жеңіске жету керек ойын саналады. Өйткені тек сол жағдайда ғана олар үздік 8-дікке еніп, плей-офф кезеңінен қашу мүмкіндігін сақтайды. 2026 жылы Камп Ноуда алғашқы матчы ай соңында 24 немесе 25 қаңтарда өтеді. Қарсылас Овьедо, Барселонада сирек қонақ болатын команда. Олар бұл алаңда соңғы рет 2001 жылы ойнаған алғашқы айналымда Барса қонақта 3-1 есебімен жеңіске жеткенімен, астуриялықтардың Каталония астанасына сапарының өзі үлкен оқиға болмақ. Қаңтар айы чемпиондар лигасының жалпы кезеңіндегі шешуші матчпен аяқталады. Барселонаға Копенгаген келеді. Дат клубы ықтимал үздік 24 команда қатарына ену үшін күреседі. Барса үшін көп нәрсе Прагада өткен матчтың нәтижесіне байланысты болады. Жеңіс тікелей үздік 8-дікке жолдама алуға үміт қалдырса, ал сәтсіз жағдайда негізгі мақсат плей-офф алдында барынша тиімді орын алу болмақ. Алайда 2026 жыл тек қаңтармен шектелмей. Күнтізбеде маусым тағдырын айқындауы мүмкін маңызды даталар алдын ала белгіленіп қойған. 7 қаңтар суперкубоктың басталуы. Сәуір айында чемпионаттың шешуші кезеңінде Эспаньолмен үйдегі дерби өтеді. Ал 25 сәуірде, егер күн өзгермесе, Севильяда өткен жылы Барселона Реалды жеңіп, кубокты иеленген стадионда Испания кубогының финалы өтеді. Мамыр айында тағы бір тағдырлы матч күтіледі. Ла Лиганың 35 турында Реалдың Камп Ноуға қонаққа келуі. Белгілі бір жағдайларда бұл кездесу чемпиондық тағдырын шешуі мүмкін. 2 аптадан кейін маусым Месталияға сырт алаңдағы сапармен аяқталады. Дәстүрлі түрде өте қиын сынақ. Ал клубтық маусымның соңғы нүктесі 30 мамырда Будапешттегі Пушкаш аренада өтетін чемпиондар лигасының финалы болмақ. Турнирдің жаңа форматы, тығыз ойын кестесі мен жоғары бәсеке бұл міндетті аса күрделі етеді. Бірақ дәл осы деңгейге жетуді Барселона мақсат етіп отыр. Ал 11 маусымнан бастап назар ұлттық құрамаларға ауысады. Канада, ақш және Мексикада өтетін әлем чемпионаты басталады. Турнирдің финалы 19 шілдеде Нью-Джерсиде өтпек. 2025 жыл трофейлермен, эмоциялармен және ірі матчтармен тарихта қалды. Ал 2026 жыл ешқандай дайындықсыз басталып, бірден барынша шоғырлануды талап етеді.
Барселона үшін бұл әр айы шешуші болуы мүмкін. Достар, осы жайлы өз ойларыңызды пікірлерде қалдырыңыздар. Сондай-ақ видеоны лайкпен және жазылумен қолдауды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз жас арнамыз үшін өте маңызды. Үлкен рахмет. Ал біз жалғастырамыз. Қаңтар айындағы тығыз кесте мен маңызды міндеттер аясында Барселонаның төңірегінде трансферлік әңгімелер де күшейе бастады. Клубпен қайта байланыстырылып жатқан есімдердің бірі Жоау Канселу, португалиялық қорғаушы. Дереккөздердің хабарлауынша, қаңтар айында-ақ Әл-Хиляльден кетуге дайын және мансабындағы жаңа кезеңді қарастыруда. Канселу Барселонаға жақсы таныс, ол 2023-24 маусымында клубта жалға ойнап, бұл кезеңнің өзіне қаншалықты жақын болғанын бірнеше рет атап өткен. Сауд Арабиясына ауысқаннан кейін де ол каталондық клубқа деген ықыласын жасырған жоқ. Клубтар арасындағы әлем чемпионатында Реалға қарсы матчтан кейін мадридтік жанкүйерлер оны ысқырып қарсы алғанда, Канселу ашық түрде Барсаның жанкүйері екенін, команданы Каталонияда өткізген уақыты мен ұжымын жақсы көретінін мойындаған еді. Енді Фабрицио Романоның мәліметінше, Канселу тағы да қозғалыста. Барселона ойыншының қазіргі жағдайын білу үшін байланысқа шыққан. Дегенмен португалиялыққа Италияның алпауыттары Интер мен Ювентуста қызығушылық танытып отыр. Сондықтан бұл трансфер үшін бәсеке қызу болуы мүмкін. Жақында ғана Барселона үшін қаңтар айы трансфер нарығында тыныш өтеді деп күтілген еді. Алайда Андреас Кристенсеннің ұзақ мерзімді жарақаты клубтың жоспарларына түзетулер енгізгендей, Ханси Фликтің командасы шынымен де орталық қорғау шебін күшейтудің жолдарын іздеп жатыр. Ал Канселуға деген қызығушылық клубтың неғұрлым икемді шешімдерді де қарастырып отырғанын көрсетеді. Канселу бірнеше позицияны жаба алады, ал бұл тығыз кесте мен кадрлық қиындықтар жағдайында аса маңызды. Сондықтан оның кандидатурасы 2026 жылдың ауыр басталу аясында қаңтар айында күшейту нұсқасы ретінде Барселона басшылығының назарында қайтадан пайда болды. Осы тұста Ханси Фликпен тікелей байланысты тағы бір есім атала бастады. Леон Горецка, Баварияның жартылай қорғаушысы, баспасөз деректеріне сүйенсек Камп Ноуға ауысу мүмкіндігін білу үшін өзі-ақ Барселонаның бас бапкерімен байланысқа шыққан. Мұндай әңгіменің тууына жағдайда бар. Горецканың Мюнхендік клубпен келісімшарты жазда аяқталады. Ал бір қаңтардан бастап ол шетелдік командалармен ресми келіссөз жүргізуге құқылы. Бұл оның еркін агент ретінде кету ықтималдығын арттыра түседі, және футболшы мансабын жалғастыру нұсқаларын қазірдің өзінде зерттей бастаған. Mundo Deportivo басылымының мәліметінше, Горецка Фликке қайтадан бірге жұмыс істегісі келетінін жеткізген. Бұған дейін олар Баварияда да, Германия құрамасында да бірге еңбек еткен. Дәл осы фактор ойыншының бастамасына негізгі себеп болған. Фликтің бұл ұсынысқа қалай қарайтыны әзірге белгісіз, алайда Барселонаның жартылай қорғау шебіндегі бәсеке қазірдің өзінде жоғары. Сондықтан 30 жастағы футболшы қазіргі команда құрылымында қандай рөлге ие бола алатыны нақты емес. Сонымен қатар, Барселона Горецка үшін жалғыз нұсқа емес. Оған қызығушылық танытып отырған клубтар қатары аз емес. Олардың арасында Атлетико Мадрид, Тоттенхэм, Наполи және Ювентус бар. Тәжірибелі жартылай қорғаушы үшін бәсеке өте жоғары болмақ, әсіресе әңгіме әлеуетті түрде тегін трансфер туралы болғанда. Осы бағыттағы нұсқалармен қатар, Барселона болашаққа қатысты ең сезімтал позициялардың бірі бойынша да жұмысты бастап кеткен. Шабуыл шебі. Клубта орталық шабуылшының болашағы ерекше мәселе екенін жасырмайды. Дәл осы тұста тағы бір нақты кандидаттың есімі аталды. Душан Влахович, каталондық клуб Ювентустың шабуылшысымен байланысты алғашқы қадамды жасап үлгерді. Бұрын Фиорентинада ойнаған, Серия тарихындағы ең қымбат трансферлердің біріне айналған серб форварды туриндік клубпен келісімшартын 2026 жылдың маусымында аяқтайды. Барселона осы жағдайды тиімді пайдалануды көздеп, алдын ала байланыстарды бастаған. Клуб логикасы қарапайым. Өткен жазда Влахович пен Ювентус арасындағы келіспеушілік келісімшарттың ұзартылмауымен аяқталды. Ойыншы алаңға оралды, бірақ оның келісімнің соңғы жылына аяқ басқанын толық түсінді. Мұндай жағдайда туриндік клубтың екі ғана жолы бар. Қазір қандайда бір өтемақы алу немесе жазда ойыншыдан тегін айырылу. Барселона үшін негізгі нұсқа жазғы трансфер нарығын күту. Алайда қаңтар айындағы келіссөздерде барынша тиімді шарттармен мүмкін деп қарастырылуда. Роберт Левандовскийге ықтимал балама іздеу жұмыстары әлдеқашан басталған. Поляк шабуылшысының болашағы әзірге белгісіз. Флик Ферран Торресті шабуылдың негізгі элементі деп есептегенімен,
Левандовскийдің ықтимал кетуі Жоан Лапорта бірінші деңгейдегі ойыншымен толтырғысы келетін үлкен олқылық қалдырады. Қаржысы шектеулі нарықта жоғары деңгейлі шабуылшылар өте аз, сондықтан Влаховичтің кандидатурасы жалпы фоннан ерекше көрінеді. Қаржылық факторда маңызды рөл атқарады. Влахович серия А-дағы ең жоғары жалақылардың бірін алады, ал Барселона ұсынуы мүмкін шарттар лайықты болғанымен Туринде алатын жалақы деңгейіне жетпейді. Соған қарамастан келісімшарттық жағдай келіссөздерді шынайы етеді. Ал Левандовскийдің өзі қандай шешім қабылдайтыны әлі жұмбақ. Бұл маусымда Ферран көптеген матчтарда оны көлеңкеде қалдырды. Поляк шабуылшысының статистикасы әлі де жаман емес, бірақ бұрынғыдай айрықша әсер қалдырмайды. Өткен аптада Польшада берген сұхбатында ол клубтың қандай шешім қабылдайтынын өзі де білмейтінін мойындады. Ол басқа командалардың қызығушылығын бапкермен талқыламайтынын, жалақысын күрт қысқартуға дайын емес екенін және соңғы шешім Барселонаның ұстанымы мен өзінің ішкі сезіміне байланысты болатынын атап өтті. Ал Влаховичтің Ювентустағы маусымы оңай өтіп жатқан жоқ. Ол негізгі құрамдағы ойындар мен күтпеген қосалқы орындықтағы матчтарды алмастырып жүр, ал нәтижелілігі көңіл көншітпейді. Серия А-да 3 гол, Чемпиондар лигасында тағы 3 гол. Жуырда серб шабуылшысы Самбулшық-етінің жарақатын алып, 2026 жылдың алғашқы матчтарына дейін алаңға оралмайды. Соған қарамастан, жасымен келісімшарттық жағдайы оны өте тартымды активке айналдырады. 25 жаста, келісімі аяқталуға жақын әрі нарықта жоғары деңгейлі шабуылшылар саны шектеулі болғандықтан, Барселона алдын ала әрекет етуге шешім қабылдады. Бұл қадам тез нәтиже беруі міндетті емес, бірақ клуб шабуылдың болашағына қатысты енді жай ғана күтумен шектелмейтінін анық көрсетті. Егер осы маусымды Барселонамен бірге қадамдап өткеріп, оқиғалардың астарындағы мағынаны, шешімдер мен контексті түсінгіңіз келсе, арнада қалыңыз. Жазылыңыздар, лайк басыңыздар және 2026 жылы Барселона үшін ең маңызды трансфер қайсы деп ойлайтыныңызды пікірлерде жазыңыздар.